Қазмұнайгаз Жаңаөзендегі жағдайды жіті бақылап отыр және бұдан бұрын Өзермұнайгаз компаниясына қарасты бұрғылау жұмыстары басқармасы жұмысшыларының әр талабы бойынша нақты түсініктеме берген болатын. Бірінші күндері рұқсатсыз акцияға 1700 адам қатысқан. Бірақ түсіндіру іс-шараларынан кейін жұмысшылардың басым бөлігі жұмыс орындарына оралды. Бүгінде 281 жұмысшы жалған ақпаратқа негізделген талап қойып, жұмысқа шығудан бас тартып отыр. 2021 жылдан бастап және биылғы 10 айдың қорытындысы бойынша Өзермұнайгазға 1978 адам жұмысқа қабылданып, соның 199-ы бұрғылау жұмыстары басқармасына орналасты. Жалпы компанияда жақсы жағдай жасалған. Бір қызметкерге көрсетілетін әлеуметтік қолдау мөлшері ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Өзермұнайгаздың қазіргі ұжымдық шарты биыл 25 сәуірде Өзермұнайгаз бен 3 кәсіподақ арасында қабылданып, әлеуметтік қолдау сомасы тағы шамамен 9 миллиард теңгеге ұлғайтылды. Сонымен қатар Өзермұнайгаз жұмысшыларының жалақысына жыл сайын индексация жүргізіледі. 2022 жылы қызметкерлердің жалақысы 30%-ға, 2023 жылы 9,5%-ға, биыл 8%-ға көтерілді. Ұжымдық шартта әлеуметтік қолдаудың 40-тан астам түрі көзделген. Мемлекеттік, ұлттық және кәсіби мерекелерге арналған сыйақы, баспана сатып алу мен кеңейтуге жеңілдікпен несие беру, медициналық қызмет көрсету. Жыл сайын шипажайларға 2500 жолдама бөлінеді. Өзермұнайгаз қызметкерлерінің шамамен 4500 баласы балалар сауықтыру лагеріне жіберіледі. Ай сайын балабақша ақысы өтеледі. Қызметкерлер балаларының оқу үлгеріміне қарай жоғары оқу орындарында оқыту үшін қаражат көзделген. Сондай-ақ неке қию кезінде және басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Айта кетсек, бүгінде Өзермұнайгаз өндіру жоспарынан қалып келе жатыр. Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы компанияның қаржылық жағдайына әсер ететін болады. Осыған байланысты бұрғылау жұмыстары басқармасының мамандарын жұмысқа шығуға шақырамыз. Сондай-ақ ел заңдарын сақтау қажет екендігін еске саламыз. Талап қойылған күннен бастап бұрғылау жұмыстары басқармасының жұмысшылары мен Өзермұнайгаз басшылығы келіссөз жүргізіп жатыр.